Қайырлы таң қыздар, қалайсыздар? Айтатын бір ой болып тұр. Өзім түсінген бір қағидам. Адам өзіне бір нәтижеге шығамын деп емес, ең бірінші өзіне сол істі мысалға істеймін деп рұқсат берген кезде, мысалға ол бірдеңені бастау үшін, бір жаққа мысалға қыдыру үшін, шетел болсын, мысалға сөйтіп ойлаған кезде, ең бірінші өзіне рұқсат берген кезде, ол қалай екенін білмеймін, бірақ таким почетным образом сол нәрсе орындала бастайды. Соған қатысты андай нелер пайда болады, жағдайлар пайда болады, әртүрлі ситуациялар жолы өзі ашыла береді да, көрініп ше. Ең бірінші фишкасы сол, адам өз-өзіне рұқсат беру керек екен ғой. Ал біз негізі көбінесе өзімізге рұқсат бермейміз. Жоқ, ол маған қайдан, мысалы бір жаққа бару керек деп, мысалға шетелге деп мысалға айтатын болсақ, ол кезде айтады, қайдағы шетел бізге, күшті машина десе, қайдағы бізге ондай машина, бізге девятка, кішкентай бір ескі машина болады деп, жаңасына да даже соны даже салонға барып отырып көруге де рұқсат бермейді өздеріне. Ол сәттер бізде де болды, әлі де арасында болып қояды, ол еріксіз түрде, бірақ адам енді өзіміз соны түсініп, ары қарай шешім қабылдап әрекет етуіміз керекпіз. Әрине рұқсат ету деген ол ішкі бір түйсік сияқты. Одан кейін міндетті түрде әрекет керек, әрекетсіз берекет те болмайды. Өзім жағдайым бойынша айтатын болсам, мысалға біз былтыр декабрьде Түркияне барып келдік. Өзім ойладым, бірақ мен оны алатын кезде, бірақ бізге айтты да, тур болуы мүмкін деп, көре салайын деп алдым затты. Одан кейін ол қалай болады екен дедік, сосын бір жаңағы төлейтін ақшасы бар, медстраховкасы, соны төлеп қойдық бір жетпісінің, қалған ақшасын қалай табамын деген не болды. Бірақ барғым келіп тұр, соны көргім келіп тұр да өзім. Сөйтіп өзіме рұқсат беріп, іштей қаласа барамыз, көреміз деген сондай сенім болды да. Сөйтіп ақшаның да реті өзі келді. Касса ойнап отырмыз, сол касса берді, айлықтың реті келді, былай сондай бір сөйтіп барып келдік, демалып қайттық. Бір 8 күн ерекше демалыс болды жолдасымыз екеуміз үшін. Балаларға да алаңдаған жоқпыз, балалар ата-енемізге табыстап, спокойно, уайымдамай сөйтіп барып демалып қайттық. Сондай жағдай. Түсінгенім сол болып тұр ше. Мына мен массаж жасап жатырмын бетіме, кеше бір инстаграмнан бір әйелде көріп едім, отектарды күшті кетіреді деп ше, өз бетін бүйтіп жасағанда ол кісі былай жасап жатырмын. Неге жасамасқа, негізі білемін, басқа арналғанға жасап жатырмын да, сондай қыздардікі. Бірақ жұмсақ екен, қарап қойсам болады екен. Обязательно андай шарик бірдеңе алғанға ше. Болса сіздер жасап көріңіздер. Сол бүгінгі бака түсінгенім, бөліспеген едім. Ал сәттілік қыздар.